Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар, мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге осы витамин Д деп жатырмыз ғой, осы витамин Д-ға арналған соңғы тақырыбымыз болсын. Осымен біздің витамин Д-ге байланысты тақырыптарымызды аяқтаймыз. Витамин Д-ның біздің ағзамызға рөлі өте зор. Сол себепті біз бірнеше видеомызды осы витамин Д-ға арнадық. Енді осы витамин Д және К2, кальциноз дейтін терминдердің бір-біріне қандай байланысы бар, сол туралы айтатын боламын. Міндетті түрде осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Витамин Д не себепті жоғарыламайды, және витамин кальциноз болса, витамин Д қабылдау керек па, керек емес па, және витамин Д-ның К2 екенінің қандай байланысы бар, сол туралы айтатын боламын. Витамин Д-ның активті емес түрінен активті түріне ауысу үшін оған парад-гормон және эстроген гормоны керек. Парад-гормон ол қалқанша безінде қандай да түйіндер болатын болса, қалқанша безінің қызметінің бұзылысы болса, онда соның нәтижесінде парад-гормон деңгейінің бұзылуының нәтижесінде болып келеді. Екінші эстроген гормоны, яғни уақыт өте келе біз 50 жастан асқанда бізде эстроген гормоны төмендейді. Сол себепті бізде кальций, витамин Д-ның деңгейі төмендейді. Соның нәтижесінде көп кісілерде остеопороз болып жатады. Остеопороздан, яғни оны емдемесеңіз компрессионный перелом деп айтады, яғни жай отырғанның өзінде омыртқаның ісінуі секілді болуы мүмкін. Және біздің витамин Д түзілмеуінің себебі осы қалқанша безіне және эстроген гормонына байланысты болып келеді. Осы егерде сіз аз мөлшерде ұзақ ішетін болсаңыз, онда ол Д витаминінің әлі де сіздің ағзаңыздың дұрыс жұмыс жасауына ол мөлшері жеткіліксіз болып келеді. Яғни ол әлі де біздің ағзамызда витамин Д жоқ секілді, яғни аз мөлшерде секілді ол дұрыс жұмыс жасай алмай жатыр ағзамыз. Сол себепті біз үлкен орташа мөлшерде аз уақыт ішу керекпіз витамин Д-ны. Және ол егерде витамин Д ағзада төмен болатын болса, онда ішек арқылы кальцийдің сіңірілуі баяулайды. Ол кальций ішекте аз сіңірілетін болса, онда парад-гормон активтеледі. Парад-гормон активтелетін болса, онда ол сүйектегі көп мөлшерде кальцийді шығарып тастайды. Кальций сүйектен көп мөлшерде шығаратын болса, ол остеопорозға алып келеді. Яғни ол ішекте сіңірілуі азаяды, және де ол бүйрек арқылы кальцийдің шығуын баяулатады. Жүректен кальций шығаруын тежейді. Соның нәтижесінде кальций фосфор алмасуы да бұзылыс болады. Соның нәтижесінде ағзада жұмсақ тіндерде және қан тамырларда кальцийдің шөгуіне алып келеді. Арқылы кальций шықпайды. Соның нәтижесінде ағзада кальцийдің мөлшері көп болады, бірақ витамин Д-ның мөлшері аз болу нәтижесінде ішекте сіңбейді. Сол себепті кальцийлер тіндерге, қан тамырға және де буындарға шөгіп жатады. Яғни давлениенің көтеруінің себебі де осы кальцийдің қан тамырға шөгуіне байланысты болуы мүмкін. Остеоартроз деп айтып жатырмыз, яғни остеофиттер, яғни сол буын аралығындағы шеміршек тіндеріне және де пяточные шпоры деп айтамыз, солардың бәрі осы витамин Д-ның жетіспеуі нәтижесінде болып келеді. Кальцинаттар бүйректегі, бауырда, бүйректегі, өкпеде қандай кальцинат болады, соның бәрі осы витамин Д-ның жетіспеушілігінен болуы мүмкін. Сол себепті витамин Д-ның мөлшерін тексеріп, оны орташа дозада ішіп отыру керек. Біз орташа доза ол 5-10 мыңдық болып келеді. Сол себепті егерде витамин Д-ны аз болатын болса, онда парад-гормон оның қанда кальций мөлшері шектен сіңбесе, кальций шектен сіңбесе, онда витамин Д-ның парад-гормон витамин Д-ның деңгейін тез жұмыс істеуіне алып келеді. Яғни оның кальцийдің шекте сіңірілуі үшін. Және де бұл да витаминнің жетіспеушілігіне алып келу. Және де келесі, егер К витамині ол бізде майда еритін витамин болып келеді. К витамині ол осы сүйектегі кальций айналымына қатысады. Яғни сүйекке кальцийдің бекінуіне қатысады, сондай-ақ және қанның үю процесіне де қатысады. Егерде осы біздегі К1, К2, К3 витамині болады, ол К2 витамині Д витаминінің сіңірілуіне ешқандай да қатысы жоқ. К2 витамині
кальцийдің қан тамырдың бойына шөгуіне кедергі жасайды. Яғни қандай да бір кальцинаттың түрі болатын болса, немесе қан тамырларда сізде кальцийдің шөгуі болатын болса, онда сіз К2 витамин, Д витамин, К2 витаминмен бірге қабылдау керексіз. Сол кезде сіздің денеңізге, қан тамырларға, бүйректерге, бауырға, майда тіндерге кальцийдің шөгуі болмайды. Сол себепті витамин Д-ны біз орташа мөлшерде, яғни 5000-10 000 дозада 2-3 ай қабылдап, және оның интервалын сақтап, қайтадан тексеріп отырып қабылдау керекпіз. Ал витамин Д-ны қалай қабылдау керек екенін мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын. Сол видеоны көрсеңіз болады. Осымен мен видеоның соңына жетті. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.